Сәлеметсіздер ме? Панкреатит кезіндегі іш кебуі және метеоризмнің пайда болу себептері бар. Іш кебуі бұл астың дұрыс қорытылмауынан пайда болатын газдар. Газ тағам ішекте тұрып, онан шықпай шіруінен туындайды. Нақтыласақ, газ қорытылмаған асты алған бактерияларды өндіреді. Панкреатит кезінде ас дұрыс қорытылмайтыны түсінікті, одан іш әрине кебеді. Бірақ іш кебуі өте қатты мазаңызды алса, оған назар аударыңыз. Ол ішектегі қауіпті бактериялардың көбеюінен, астан улану, ферменттің жетіспеуі, отадан кейінгі спайкалардың пайда болуы, ішектегі өскіндердің пайда болуы, кейбір тағамдардың әсерінен, асқазан ішек жолдары органдарының ауруларын содамен емдеуден болуы мүмкін. Іштің кебуіне себеп болуы мүмкін тағамдар. Бұл жемістер, кептірілген жемістер, яғни сухофрукты, сүт, горох, фасоль, жаңғақтар, дәндер, жуа пияз, сарымсақ, қорам жапырақ, цитрустар, яғни лимон, мандарин, апельсин сияқты, кәмпит, печенье, тәтті бәліштер, саңырауқұлақ, картоп. Жақпайтын тағам көбінесе негізгі себеп болып келеді іштің кебуінің. Іш кебуін емдеу осы схемамен жүзеге асырылады. Диета. Ас мәзірінен жоғарыда аталған тағамдардың өзіңізге жақпайтынын алып тастап, және клетчатка мен крахмалды азайтып диета сақтау. Ферменттер. Керек болса, дәрігер тамақпен бірге ішу үшін сізге ферменттер жазып береді. Спазмолитик. Ішектің ауырту, спазм сияқты сезім кетіру үшін оны да дәрігер жазып береді. Сорбенттер. Ішектегі газ және басқа кедергі келтіретін заттарды шығаратын препарат. Пробиотиктер. Дәрігер оны ішектің пайдалы микрофлорасын қалыпқа келтіру үшін жазып береді. Ішек қабыну себептері, салдары түрлі болуы мүмкін. Ішек жарлары созылып, одан ішіңіз ауырып, запор болуы мүмкін. Басқа жағдайда диарея, қауіпті бактериялардың көбеюіне келуі мүмкін. Одан ішекте қабынады, ағза интоксикациясы болуы мүмкін. Сондықтан іштің кебуіне мән бермей жүрмеңіз, гастроэнтерологқа барыңыз. Видеом пайдалы болса лайк басыңыз, каналыма тіркеліңіз. Рахмет, сау болыңыз.